Салем досым, сен қарама-қарсы мағыналы сөздер туралы білесің бе? Ондай сөздерді антоним сөздер деп атаймыз. Мысалы, ұзын қысқа, таза лас, жылдам баяу. Күндіз түн, ыстық суық, үлкен кіші. Көңілді мұңды, жарық қараңғы, ашық жабық. Достар, сонымен антоним сөздер дегеніміз бір-біріне қарама-қарсы мағынасы бар сөздер. Антоним сөздерді білу бізге сөйлемді әдемі құрауға, дұрыс сөйлеуге және сөздік қорымызды көбейтуге көмектеседі. Ендеше антоним сөздерді біліп жүрейік. Өз ойыңнан мысалдар құрастырып, достарыңмен бөліс. Келесі кездескенше, сау бол!